Өзін-өзі бағалайтын үш қағида. Әр адам өз жеке қызметін саудалай білуі керек. Көрсетілген қызметтің саны мен сапасы, оны көрсету жағдайы көрсетілген қызметтің ұзақтығы мен бағасын анықтайды. Өз жеке қызметін тиімді саудалай алу үшін тұрақты маркетинг, көңілге қонымды баға, ыңғайлы жағдай. Адамдар ССQ формуласын қабылдап қолдана білуі керек. Аталмыш формуланы С сапа, С сан, Қ қолайлы жағдай деп таратуға болады. Бұл формуланы естен шығармаңыз және оны қолдануды дағдыға айналдырыңыз. Дұрыс ұғынуыңыз үшін формуланы түсіндіріп көрелік. Қызмет сапасы, яғни сапа, сіздің көрсететін қызметіңіз бар ниетіңіз бен бүге-шүгесіне дейін жақсартуға бағытталған кезде іске асады. Қызмет саны. Қызмет саны дегеніміз өзіңіздің шамаңыз келетін қызмет түрін тәжірибе жинақтау мақсатымен үнемі бар ынта-жігеріңізбен көрсете білу дағдысы. Басты назар тағы да дағды деген сөзге шоғырлануы тиіс. Қолайлы жағдай. Жұмысшылар мен әріптестердің ынтымақтаса отырып, үйлесімді жағдайда жұмыс істеу дағдысын білдіреді. Қызмет сапасы мен тауар саны сіздің қызметіңізді тұрақты түрде жарнамалауға айтарлықтай септігін тигізе алмайды. Сіздің қызмет көрсету кезіндегі қолайлы жағдай тудыруыңыз түсетін ақша мен қызметіңіздің көрсетілу ұзақтығын анықтайтын негізгі фактор. Эндрю Карнеги жеке адам қызметін жарнамалаудағы басты осы фактор туралы баса айтқан бірде-бір адам. Ол бірлесе жұмыс істеу кезінде үйлесімділіктің болуы қажет екенін қайталап айтқан еді. Карнеги қызметін ұсынушы адам қаншалық сапалы қызмет көрсетіп, яки көрсетер қызметінің көлемі қаншалықты көп болса да, адам басқалармен бірлесіп әріптестік орната алмаса, көпшілік ол адамнан теріс айналарын қадап айтқан. Карнеги мырза адамдардың икемді болғанын талап етті. Өзі бұл қасиетті жоғары бағалап, осы стандартқа сай келетін көп адамның байлыққа қол жеткізуіне көмектесті. Ал бұл стандартқа сай келмегендердің басқаларға орын босатудан басқа амалы болмады. Адамның мінез-құлқының жағымды болуы да аса маңызды. Себебі дәл осы қасиет адамдардың өз қызметін қажет деңгейде көрсетуін қамтамасыз ететін негізгі фактор. Егер адамның мінезі жайлы басқалармен бірлесіп жұмыс істей алатын болса, мұндай қасиет қызметтік сапа мен оның көлеміндегі кемшіліктердің байқалмауына септігін тигізбек. Қалай болғанда да жақсы мінез-құлықты еш нәрсе алмастыра алмайды. Өз қызметін сату арқылы пайда табатын адамның саудагерлерден еш айырмашылығы жоқ. Сондықтан саудагерлерге қатысты қағиданың қызмет көрсету саласындағы адамдарға да қатысы болуы заңды. Мұны айтып отырған себебіміз қызметі арқылы пайда табуды көксейтін адамдар сауда-саттықта қолданылатын мінез-құлық қағидасының оларға еш қатысы жоқ және бұл қағидалар өздеріне еш жауапкершілік жүктемейді деген жаңсақ ойда. Өзімшілер дәуірі келмеске кеткелі қашан? Оның орнын қазір ортақ мүддені көксейтіндер басты. Сіздің ақыл-ойыңыздың таза құны сізге кірген кіріс, жеке қызметіңізді саудалау арқылы өлшенеді. Егер ақыл-ой парасатыңыздың нақты құнын жылдық кірісті 16.666-ға көбейту арқылы анықтар болсақ, сіздің негізгі құныңыз жылдық кірістің 6%-на тең болады деген сөз. Ақша жылына 6%-ды құрайды. Ақшаның құны ақыл-ойдан артық болуы мүмкін емес. Шындығына келсек, ақыл-ойдың құнымен салыстырғанда ақша түкке тұрғысыз. Білікті ақыл-ой дұрыс саудаға түскен жағдайда ғана заттанған тауардан артық кіріс түсіреді. Себебі ақыл-ой құнсызданбайды, әрі оны ешкім ұрлай алмайды, немесе жұмсап жібермейді. Бизнес жүргізуге қажетті ақшаны ақыл-оймен байытпаса, ол құмға сіңген судай болып ғайып болмақ.